Ассалаумағалейкум ағайындар, YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жоқ болып кеттің, видео салмай кеттің деп менде іздейтін адамдар бар екен. Рахмет, өте қуаныштымын. Қазір енді бүгін ғана емес, басқа видеоларда айтқам, енді кішкене қол тимейді, жұмысқа сменге барамыз, одан кеп мал соямыз, қора тазалаймыз, ет таратамыз. Сонымен қалай таң атып, кеш батқанын білмейді қаламыз. Мал баққаннан кейін енді көп бос уақыт болмайды ғой. Ары бері шығу, қыдыру, демалу деген. Енді өзіміздің Құдайдан тілеп алған жұмысымыз, кәсібіміз. Сондықтан ничего, енді қор бос, не істеймін деп үйде жатқанша уақытың жетпей жүгіріп жүріп тіршілік істеген дұрыс па деп ойлаймын бір жағынан. Ал енді біз сол баяғыдай жылқыларымызды байлап жатырмыз. Мына жерде тұрған жылқының жартысы сойылып кетті, мына жартысы қалды. Рацион сол, кебекпен жарылған бидайды араластырып береміз. 50-де 50 емес, енді бір примерно бір 60% кебек пен 40% бидай ғой, жемнің құрамы. Міне жылқыларымыз, тайларымыз осындай, 1,5 жасар тайлар шетінен кетіп жатыр, бәрі дайын. Ішінде айбет мынандай ат болатын жылқылар да бар. Міне бітімі бөлек, фигурасы мощный дей ма? Сондай жылқыларымыз да бар. Бәрі 1,5 жасар тайлар. Мынаның шешесі кәдімгідей қазақы жабы бие, әкесі получаж айғыр. Сонда осындай тай шығады екен ғой. Не чаж емес, не жабы емес, соның арасы, ортасы. Мыналардың көбісі сондай негізі. Бой тапалдарын. Так, мына жерде бізді анау бір ауырып қалған кішкентай тай және мынау тұрған төбел, бұл деген біздің ауылдың сұңқар деген көкпар айғыры бар, мықты айғыр. Сол айғырдың да жасы келіп қалды. Сол айғырдың немересі ғой бұл, былайша айтқанда. Сұңқар деген айғырдың мини сұңқар деген баласы болған, ол да көкпар шабатын. Мынау соның баласы. Бұның аты Идальго. Идальго деген кино көріп педіңіздер. Бұйырса сол Идальго сияқты не болады, бұл да айғыр болады. Так, тез айтып өтейін, енді ренжімеңіздер. Кеше мал сойғанбыз. Кеше түнде мал сойдым. Оның өзі кеше мен жұмыстан келдім. 9-да жұмыстан келдім, үйтіп мал сойым дегенше сағат 10 болды. В общем, 12-1-ге таман үйге кірдік қой. Қазір кешегі сойылған малдың етін жіліктеп жатырмыз. Міне, малдың еті жіліктеп жатыр. Жартысын жіліктедім, жартысы ілініп тұр. Енді мына бойнямыздың ішінде кішкене косметический жұмыстар жасау керек. Оған ренжімеңіздер, сол баяғы қол тимей жатыр, үлгермей жатырмыз. Мына жер біраз қан жосан болып, мал соятын жер. Ар жағы септик. Бұның бәрі бұйырса жасалады. Мынаның іші бәрі кафелденеді. Ана столға жиналатын осылай ет жіліктегенге стол, бәрі как положено по фэншуй болады бұйырса. Оның бәрін жасаймыз. Әзірше осылай енді. Мынау біздің бойнямыз. Осы жерде мал соямыз. Мына немен лебедкамен көтереміз, түсіреміз. Міне оның пультымында тұр. В общем, осылай етті жіліктеп жатырмыз, сатып жатырмыз. Так, бұл білесіздер, Алматы қаласында қазіргі бағамыз 3200 теңге. Қазыны осылай тілеміз. Біз енді етті қазақша жіліктемейміз. Бізде по-базарский дейді ғой, по-магазинский. Бұлай қабырғаны бұлай сылып алып тастаймыз. Міне сылып алып қазысын тілеміз. Уже готовый қазылар тілініп тұр. Мына қабырға чабылып әр жілікке как суп набор қосылып кетеді. Сонда қазыларымыз осылай тілініп дайын тұрады ғой.
мына ілініп тұрған так шек қарын қарта. Бұл да жілікке қосылады. Бұл басқа еш нәрсе қосылмайды. Енді шек сама собой қазы айландыру керек. И қартамен қарын мына тұрған пакеттеріміз осылай жұмыс жасап жатырмыз. Бұйырса қазір түстен кейін мына етті тарату керек. Сосын кешке бұйырса маған ночқа кету керек жұмысқа. Ночқа кетем. Ночқа кетердің алдында қора тазалап кету керек қой, короче, еще. Вот сондай жұмыс. Мына жерде биыл қорамызда біраз жұмыстар жасадық жазда. Ар жаққа 2 есік шығардық. Білесіздер, бұрын ол 2 есік болған жоқ. Қораның сыртын қоршадым, загон жасап. Қазір зато соның арқасында кішкене жұмыс істегенге өте ыңғайлы болып жатыр. Мына жерде загонды қоршап қойдық. Мына жақта есік бар, ашып сыртқа боқ төгеміз. Сосын мына жерде раскол. Расколдың 2 есігі бар міне. Мына бергі есік. Және арғы есігі бар міне. Екі жағында астында үстінде затвор бар. Бір жағына затвор жасаңыздар, оны жылқылар ішінде жылқы дәрілеп не істеген кезде жылқы алысады, ол майыстырып тастайды. 2 затвор керек. Сонымен жылқының астын тазалайтын кезде мына есікті ашамыз да жылқының бәрін мына жаққа кіргіземіз. Сосын ішінде свободно жүріп қораны тазалап аламыз. Тазалап болғаннан кейін қайттан жылқыны айдап мына жаққа кіргізе саламыз. Міне мынаны тазалап боламыз, мысалы кіргіземіз. Одан кейін арғы клетканы шығарамыз, сөйтіп тазалап қайттан кіргіземіз. Мына расколда мал дәрілейміз, ауырған малдармен жұмыс істейміз. Мал соятын кезде осының ішіне бөліп аламыз, соятын малымызды. Бөліп аламыз да әзірше ортамен шығарып жүрміз. Бірақ негізі бұйырса болашақта, енді көктемде ана басына есік жасаймын. Ана басында есік жасаймын. Сосын арғы басында трап болады, мал тиетін түсіретінші. Енді мәшинемен мал алып келген кезде ар жақтан траппен түсіріп, бірінші осы клетканың ішіне кіреді ғой мал. Сосын уже мына жақтан бөліп керек қорамызға кіргізіп аламыз. Қазір енді видеомыз үзіліп кетті, жаңа кішкене ренжімеңіздер. Так. Мына жердегі бартақтың бәрі тазаланады. Міне мынау трап. Мына жерде жаңағы мал тиетін жер болады. Осы жер қоршалады. Мына жер бұйырса мал тиеп түсіретін жер болады. Енді до конца бітпей қалды енді. Мына жаққа есік түседі, сразу машинамен келген мал мына клетканың ішіне кіретін болады ғой бұйырса. Мынандай болып тұр ғой сыртынан қарағанда. Так. Сол мында шөбіміз жиналып тұр. Мына жерді қоршадық. Мында есік, ар жаққа есік түседі бұйырса. Вот солай ағайын осындай жұмыстар істеліп жатыр. Бұйырса. Ал ағайындар ренжімеңдер, видео үзіліп кетті. Срочно телефон ауыстыру керек болып жатыр. Еттің бәрін жіліктеп болдық, пакеттерге салып, міне қартасын, қарнын, шегін бәрін бөліп, өстіп әр пакетке осындай аппақ кішкентай пакетикпен қосылады. Мынау тұрған ет, міне осылай етке. Каждый пакетке бір-бірден қосылады. Сол ағайын, бізде бәрі жақсы, аман есенбіз, мал-жан өсіп жатыр. Амандықта жүздесейік келе жатқан жаңа жылдарыңызбен.